Армысыздар, ағайын. Бүгін мен сіздерге жергілікті жеміс сарыөрік туралы айтатын боламын. Сарыөріктің химиялық құрамы мен пайдалы қасиеттеріне тоқталатын боламын. Сарыөрік біздің жергілікті жемістердің бірі. Бірақ сол жеміс піскен кезде көпшілігіміз оны менсінбей жатамыз. Біздің үйде үлкен сарыөріктің талы бар. Осы өрік піскен кезде туысқандарға сарыөрікті алып кетіңдер десем, біреу келіп алып кетпейді. Өйткені неге? Өйткені ол арзан. Біздің магазиндерде, базарларда сарыөріктің құны өте арзан болады. Биыл сарыөріктің бағасы 250 теңгеден болды. Одан да төмендері болды. Бірақ осы сарыөрік піскен кезде көпшілігі онысы сарыөрікті менсінбей жатады. Бірақ бұл бекер. Өйткені сарыөрік өзінің қарапайымдылығына қарамастан, ода көптеген дәрумендер бар екен. Мен қазір сол туралы толығырақ айтқым келіп отыр. Сарыөріктің жұмсақ жемісінде 10,5% қант бар. Сонымен қатар онда алма қышқылы, шарап қышқылы, лимон қышқылы, крахмал, пектин, илік зат, витаминдер, йод, калий тұзы, натрий тұзы, фосфор тұзы, темір тұзы болады. Ол қандай ауруларға ем болады? Өрік жүкті әйелдерге және бала емізіп жүрген әйелдерге өте пайдалы. Сонымен қатар қан аздық, яғни анемия кезінде, авитаминоз кезінде өрік жемісін молынан тұтыну керек. Ұзақ уақыт бойы ауырғаннан кейін рационға осы өрікті молынан қосу керек. Оның құрамында С, А, В тобындағы витаминдер бар. Сонымен бірге ол суық тиген кезде жұқпа ауруларында көздің көру қабілетіне оң әсерін тигізеді. Тері денсаулығына да әсері бар. Жүйке жүйесіне және жүрек қан тамыр аурулары кезінде көмекке келеді. Сондай-ақ ас қорыту жұмысына запор кезінде ішті жүргізетін дәрі сияқты іш қатуды жоқ қылады. Қанның түзілуіне көмектеседі. Оған қоса сарыөрік ағза уланған кезде токсиндерді тез шығарады. Артық холестеринмен күреседі. Қанша пайдалы болғанымен сарыөріктің де қарсы көрсетілімдері бар. Атап айтатын болсақ, құрамында қанттың көп болғандығына байланысты қант диабетімен ауыратын науқастарға бұл сарыөрікті жеуге мүлдем болмайды. Сонымен бірге өрікте қышқылдың 3 түрі де кездесетіндіктен гастриті бар науқастар бұл жемісті жемегені абзал. Сонымен қатар бауыр аурулары, панкреатит, асқазан жарасы, ұлтабар аурулары кезінде сарыөрікті тұтынбаған ләзім. Сонымен бірге сарыөріктің сүйегі де жақсы ем түріне жатады. Сарыөрікті жеп болғаннан кейін оның сүйегін шағып, дәнін кофемолкадан ұнтақтап, алма сірке суына араластырып, отқа қыздырып демдеп аламыз. Ботқа сияқты осы демдеп алынған қоймалжың ботқаны семіреткінің үстіне жағып ем ретінде қолдануға болады. Күніне 1 немесе 2 рет жақса жеткілікті. Құрметті тыңдармандар, егер видеом сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.